Марк Мэнсон «Тонкое искусство пофигизма» немесе «Бәріне қолыңды бір сілте». Бәріне мән беру қателік. Біз бәріне мән беріп, барлық нәрсені бақылауға алғымыз келеді. Бірақ шындық басқаша. Адамның ресурсы шектеулі. Энергиямыз бен уақытымызды әр нәрсеге жұмсасақ, біз өзімізге маңызды дүниелерге жете алмаймыз. Кітаптың негізгі идеясы: сіз өмірде тек шын мәнінде маңызды нәрселерге назар аударуыңыз керек. Бос уайымға, қажетсіз ойларға, қоғамның пікіріне тым көп мән бермеу керек. Өмірлік мысал: анасы қызына жақсы мамандық ал, абыройлы жұмыс істе дейді. Қызы математикаға емес, шығармашылыққа жақын. Ол дизайнер болғысы келеді. Бірақ ата-анасы ондай мамандықпен ақша табу қиын деп рұқсат бермейді. Осылайша қыз заңгер мамандығына түседі. Бірақ өз ісін жек көреді. Ол ата-анасының, қоғамның қалауын орындады, бірақ өз өмірін ысырап етті. Бұл кітап осындай жағдайдан шығудың жолын үйретеді. Бірінші бөлім. Бақыт деген не? Көп адам бақытты өмір дегеніміз қиындықсыз, уайымсыз өмір деп ойлайды. Бірақ Марк Мэнсонның айтуынша, нағыз бақыт проблеманың жоқтығы емес, дұрыс проблемаларды таңдау. Біз бәрібір қиындықтарға тап боламыз. Бірақ мәселе сол қиындықтардың біз үшін маңыздылығында. Өмірлік мысал. Мысалы, сіздің жалақысы жоғары жұмысқа тұру мүмкіндігіңіз бар. Бірақ бұл жұмыста сіз күніне 10-12 сағат отыруыңыз керек. Екінші нұсқа. Сізге ұнайтын жұмыс, бірақ табысы орташа. Көп адам бірінші нұсқаны таңдайды, кейін өкініп, бақытсыз сезінеді. Неге? Себебі олар тек ақшаны ойлады, бірақ өздеріне маңыздырақ нәрселерді елемеді. Уақыт, еркіндік, шығармашылық, тағы басқа. Бақыт деген жақсы өмір емес, сіз үшін маңызды нәрсені таңдау. Екінші бөлім. Өмірде бәрін басқара алмайсың. Адамдар өмірдегі әр нәрсені бақылауға алғысы келеді. Басқалардың көзқарасын, болашақты, сәтсіздіктерді. Бірақ шындық, сіздің қолыңызда тек өз реакцияңыз ғана бар. Сізге не болатынын емес, сіз оған қалай қарайтыныңызды өзгертуіңіз керек. Өмірлік мысал. Мектепте бір оқушы үлгерімі нашар болғандықтан өзіне сенімсіз болады. Ол мұғалімдердің, достарының пікіріне тәуелді. Бірақ кейбір адамдар үлгерімі орташа болса да өмірде табысты болып жатады. Себебі олар өздеріне маңызды нәрсеге ғана мән береді. Біреудің пікірі сіздің өміріңізді анықтамайды. Оны сіздің таңдауларыңыз анықтайды. Үшінші бөлім. Сәтсіздік қалыпты нәрсе. Көп адам сәтсіздіктен қорқады. Қателікті үлкен трагедия деп қабылдайды. Бірақ шын мәнінде жетістікке жеткен адамдар сәтсіздікке көп ұшыраған адамдар. Олар басқалардан айырмашылығы сәтсіздікті қабылдап, әрі қарай жүре берген. Өмірлік мысал. Кәсіп бастағысы келген адам бар делік. Ол көп идея ойлап табады, бірақ ешқайсысын жүзеге асырмайды. Неге? Себебі ол қателессем ше деп қорқады. Бірақ табысты кәсіпкерлердің барлығы қателік жіберген. Олар ешқашан бірден жетістікке жетпеген. Сондықтан кітаптың бір ойы сәтсіздікке деген көзқарасты өзгерту керек. Төртінші бөлім. Нағыз еркіндік басқалардың ойына тәуелді болмау. Біз көп жағдайда өз өмірімізді өзіміз басқармаймыз. Бізді басқалардың пікірі басқарады. Біз туыстар не ойлайды, қоғам не дейді деп алаңдап өзімізді ұмытамыз. Бірақ еркін адам өз принциптері мен құндылықтарын өзі анықтайтын адам. Өмірлік мысал. Бір жігіт шығармашылықпен айналысқысы келеді, бірақ оның ата-анасы мен достары бұл бос әурешілік дейді. Ол олардың пікіріне бағынып, басқа мамандыққа кетеді. Бірақ жылдар өткен соң, ол өз арманын орындамағанына өкінеді. Осы жерде сұрақ: сіз кім үшін өмір сүріп жүрсіз? Өз өміріңізді өзіңіз басқармасаңыз, оны сіз үшін басқа адамдар жасайды. Қорытынды. Өміріңізде маңызды нәрсені таңдаңыз. Бұл кітап бізге 3 нәрсені үйретеді. Бірінші, өмірдегі маңызды нәрселерге ғана мән беріңіз. Екінші, сәтсіздіктерден қашпаңыз, оларды қабылдаңыз. Үшінші, басқалардың ойына тәуелді болмай, өз өміріңізді өзіңіз таңдаңыз. Егер сіз осы қағидаларды ұстансаңыз, өміріңіз әлде қайда жеңіл әрі мағыналы болады.